Сұлтанмахмұт Торайғыров, ұлтымыздың ұлы ақындарының бірі, қазақ поэзиясының Абай Шәкәрімнен кейінгі ірі тұлғасы. Ақынның ұрпаққа өсиет етіп қалдырған ой толғамдары, ұлтын өрге сүйреуді мақсат тұтқан, елінің ертеңін ойлаған, ұлы мұраттардан жаралған мәңгілік өшпес асыл мұра. Ақын белгілі таптың, не топтың ғана жоқтаушысы емес, бүкіл ұлтқа ортақ ой қозғап, халқының бірлігі мен тұтастығын аңсап, соны өз шығармаларына басты нысана еткен. Сұлтанмахмұттан қалған мұра біздің ұлттық әдебиетіміздің жаңа кезеңінің, 20 ғасырдың басындағы дәуірдің шындығын, қоғамдық ой пікірдің дамуын түсінуіміз үшін аса маңызды. Ұлы ақындар пікірі қашанда ойды қозғайды, жанға азық береді, пікірге талғамдар артады, бірақ оны түсіну де оңай бола бермейді. Сол сияқты біз де Сұлтанмахмұт өмір сүрген, ол жырлаған заман шындығын бірден түсіне алмадық. Ақынның ортасын, оның неге сол ортамен өкпелескенін жете ұқпадық. Ендігі мәселе осыларды саралап қарауда, түсінуде. Ақын шығармаларының негізгі сарыны қоғамдағы әділетсіздіктің, теңсіздіктің себептерін ашу және теңдік жолын іздеуге талпыну. Сұлтанмахмұт шығармаларында жалпы қазақ ауылындағы әлеуметтік теңсіздіктің шеңберінен шығып, бүкіл капиталистік қоғамға тән әділетсіздіктер жайын қозғайды. Сол қоғамның іріп-шіріп, азғындап бара жатқан белгілерін танып, адам баласының қанаудан құтылып, өз еңбегімен күн көретін, өз талантын халық игілігі жолына жұмсайтын кезін, бақытты өмірін аңсайды. 1917 жылға ақпан төңкерісінен кейінгі жағдай, патшаның тақтан кетуі, Алашорда партиясы мен үкіметінің құрылуы, әлі де ізі суымаған, ақынның ой сезімін қозғаған, азаматтық намысын жанаған оқиғалар еді. Сұлтанмахмұт Торайғыров, Семейде қазақтың ұлттық тәуелсіздігі туын көтерген Алаш партиясына тілектестер ішінде болды. Оның жолын қуаттап, Алаш ұраны мен мақалалар жазды. Алаш туы астында күн сөнгенше сөнбейміз. Енді ешкімнің Алашты қорлығына бермейміз. Өлер жерден кеттік біз, бұл заманға жеттік біз. Жасайды, Алаш өлмейміз, деп жар салды. Өлең әрі қарай Алаш ісіне адалдықты, оны қолдауды уағыздайды. Бірлікке, ел тұтастығы үшін күреске шақырады. Ұлт кеңесі мәселесі бойынша 7 адамдық комиссия құрды. Бұл комиссияның жұмысын атқаруға Қалел Қаббасов сайлады. Менің ойым, ортамыздағы басқа ұлт өкілдерімен ақылдасып, жасақ құрылғанша автономия жариялауды тоқтата тұрайық. Мен съездің төралқа мүшесі ретінде автономияны дереу жариялауды ұсынамын. Кейінге қалдыруға болмайды. Сайлау өткізіп, автономия тізгінін алатын азаматты анықтайды. Сабыр етіңіз. Бір шешімге келейік. Салай кет дауысты, салай кет. Ұлт кеңесі атынан төрағалыққа Әлихан Бөкейхановты, Бақтыгерей Құлмановты және Айдархан Тұрлыбаевты ұсынамыз. Жаңа ғана дауыс беру нәтижесі қорытындыланды. 79 адам дауыс беріп, оның ішінде 40 адам Бөкейхановты жақтады.
Құрметті алаштықтар, бүгіннен бастап Алашорда үкіметінің құрылғанын мәлімдеймін. Сұлтанмахмұттың алғашқы туындысы таныстыруда осы әсермен жазылған. Поэма Алашорда үкіметінің белгілі қайраткерлерін таныстыру мақсатын көздейді. Ол оқыған адам мен қара қазақтың диалогына құрылады. Қара қазақ аумалы төкпелі осы заманда кімге сеніп, кімге сенеміз деген сұрақ қояды да, оқыған оған жауап береді. Ақын шығармасында алдыңғы кезекте Әлихан Бөкейхановты өз заманындағы нағыз елін сүйетін адал адам ретінде суреттейді. Екінші ретте тумай жатып жастарға даңқы кеткен жас жігіт Әлімхан Ермековті таныстырады. Ақын алаш қозғалысына ат салысқан жас қайраткердің ақ жүрегі, ақтығы, адалдығына бір ауыз сөз қарсы айта алмайтындығын атап өткен. Сонымен қоса поэмада бір ұйықтап жатқан қазақты оян қазақ деп жар салып оятса, бірі маса бобызыңдап оятуды көздеген Міржақып Дулатұлы мен Ахмет Байтұрсынұлының халық үшін жасаған игі істерін Дулатып, Байтұрсынов Бөкейханов, білемін, бұл шердің айтпай жайын. Кешегі қара күнде болмап еді, бірі күн, бірі шолпан, бірі айым, деп дәріптейді. Оларға ерген жастар ішінен Халел Ғаббасовты, ақын Шәкәрім Құдайбердіұлын, қазақ мәдениетінің белгілі қайраткерлері Назипа, Нұрғали Құлжановтарды таңдап алып, олардың еңбектеріне сипаттама береді. Сол кезде Семейде болған іс басындағы адамдардың бәрін таныстыру міндетін алғанмен, ақын оның бәрін жаппай мадақтай бермейді. Көбіне сын көзімен қарайды. Оларды еңбегіне қарай бағалайды. Ақынның осындай жолмен таныстыратын кейіпкерлерінің ішінде Мұқыш Боштайұлы, Жақып Ақбайұлы, Райымжан Марсеков, Сатылған Сабатаев сияқты азаматтар бар. Олардың сипаттамасы да ақындық оймен, суреткерлікпен берілген. Таныстырудың идеялық мазмұны осы айтылғандардан ақ байқалады. Ақын жеке адамдарды бағалағанда, олардың адамдық, қоғамдық еңбектерін халыққа, еліне сіңірген қызметімен өлшейді. Ел басшылығына дәмелі адамдарға салмақ артады, сын айтады. Мұның өз кезінде заман халық ішінен шыққан қайраткерлерді іріктеп жатқан тұста айрықша маңызы болды. Сұлтанмахмұт елді ойлы, білімді басшылардың маңына бірігуге үндеді.